Hey guys, how are you? Let me introduce myself. My name is Mudra. I'm gonna teach you English in Kazakh language. Барлығына сәлем. Қалдарыңыз қалай? Өзімді кішігірім бір таныстырып өтсем, менің есімім Мөлдір. Мен сіздермен ағылшын тілін қазақ тілінде үйрететін боламын. Егер сабақ қызықты болса, менімен бірге болыңыздар. Ал бүгінгі біздің сабағымыз алфавит туралы болады. Let's go! Alphabet. Әліпби. Бізде жалпы ағылшын тілінде 26 әріп бар. Әріп дегеніміз ағылшын тілінде letters болып аударылады. Ал енді ол 26-ның бізде 6-ы дауысты. Дауыстылар ағылшын тілінде vowels деп айтылады. Так. Ал дауыстыға қай 6 әріп кіреді? Оларды қазір атап өтемін. A, E, I, O, U және Y. Y әріпін неге астымен сыздым? Себебі қазақ тіліндегі U әрпіне ұқсайды. Бізде қазақ тілінде U әрпі дауысты және дауыссыз болып, екеуіне де кіре береді. Ал Y әрпі де ағылшын тілінде тура дәл солай дауысты және дауыссыз екеуіне қатар кіреді. Енді қалған 21 дауыссызды айтып өтсем, бізде дауыссыз consonant B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, V, X, Y, Z. Енді қалған әріптерді жеке өзінің оқылу транскрипциясымен бөлісетін боламын. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, de bochtmens, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z немесе Z деп айтса да болады. Енді бізде бұл әріптерден де бөлек сөздің арасында екі әріптің қосылуынан басқаша дыбыстар шығады. Соған өтеміз. Бізде екі әріптің қосылуынан басқа да әріптер шығып жатады. Мысалға көп кездесетін бізде S және H, SH. Ол бізде ш әріпін береді. Так, мысалға shine, жарқырау, я? Shine. Бұл жерде мысалға біз бұлай оқымаймыз ғой. SH shine деп оқымаймыз. Просто S пен H келді, shine. Енді CH, Ч. Чемодан дегенде Ч әрпі, мысалға check. Және бұл кейде бір химия сөзінде бірақ біз chemistry деп айтылмаймыз. Chemistry деп айтамыз. Одан кейін барып K және H әрпі X әрпін береді. Мысалға ол көбіне адамның аттарында білесіздер ғой. Бізде Алихан, Нұрхан, солай кете береді ғой. Мысалға Амирхан. Осылай тасталады. Одан кейін көп кездесетіні T және H. Бұл бізде сақаушасы немесе сақаушасы деген нелерді береді. Оқылуды береді. Яғни біз тілді ол кезде екі тістің ортасына қойып, сақаушасы немесе сақаушасы қылып айтамыз. Например, неде thick. Бұл жерде мысалы thick деп айтамыз. Немесе that, this, there кете береді. Ал және PH әріптері қосылып бізде F. Мысалы phone, например. Тағы pharmacy. Одан кейін W мен R әріпі қосылып R әріпін береді. Мысалға wrap. Ал C мен K әріптері қосылып бір қатаң бір К береді, анандай күш саласың ал. Мысалға thick тез айтылады. Thick созылмайды. Және W мен H қосылып Y. Мысалға
Why? While, например. When. Так, үсіп айтып кетеді.